Баршаңызға сәлем, арнамда көргеніме қуаныштымын. Бүгін сіздермен дәл осындай өте дәмді, тойымды қазан кебап тағамының жасалу рецептісімен бөлісетін боламын. Видеомды міндетті түрде соңына дейін қарап, арнамда жаңа көрермен болсаңыз, тіркеліп, жанында тұрған қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Ендеше осындай дәмді тағамды бірге әзірлейік. Ең алдымен қызып тұрған майымызға алдын ала жуып тазартып алған картоптарымызды дәл осындай пішінде салып қызарғанша қуырып алатын боламыз. Осылай арасында араластырып тұратын боламыз. Сол кезде біздің картоптарымыз біркелкі қызарып қуырылып шығатын болады. Мінекей біздің картоптарымыз қуырылып болды. Бөлек ыдысымызға майынан сырғытып салып аламыз. Және де осы қызып тұрған майымызда енді еттерімізді де қуырып алатын боламыз. Тағамымыздың жасалу жолы қуырдаққа да келеді, бірақ өзгешелігі картобында болады. Еттеріміздің барлығын салып, жақсылап араластырып қуыратын боламыз. Арада 10-15 минут өткен кезде өзінің солғы шыға бастайды етіміздің. Содан соң суымыз өзінен өзі тартылып, етіміз осылай дәл қызарып, қызыл түске ене бастаған уақытта үстінен алдын ала турап дайындап алған пиязымызды салып, оны да жақсылап араластырып қуырып алатын боламыз. Содан соң дәміне қарай тұзымызды саламыз. Және де қара бұрышымызды салып, тағы да жақсылап араластырып қуырып аламыз. Мінекей еттеріміз дайын болып қалды. Енді оның үстінен алдын ала жаңа қуырып алған картоптарымызды біркелкі етіп салып аламыз. Содан соң үстінен өзінің көлеміне қарай салқын суымызды құйып, тағамымызды баяу отта 1-1,5 сағатқа бұқтырып қоятын боламыз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай біздің тағамымыз пісті. Арада 1,5 сағаттай уақытымыз өтті. Дайын болған тағамымызды дәл осылай тәрелкемізге салып, дастарханға ұсына берсек болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, астарыңыз дәмді болсын. Видеомды соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Сіздермен болған Ариана. Видео ұнап жатса лайк басып, комментарий қалдырып, және де арнамда жаңа көрермен болсаңыз тіркеліп, жанында тұрған қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше сау болыңыз.